bölelerde videoga түсірге келатырмын. Кезінде өзімізде қар жауған кезде өстіп, үйден қашып, кешкісін түнделетіп, далада ойнайтын ек. Шанаға мініп, бір-бірімізден сырғанап, ой, бір-біріміз кәшет етіп. Енді бұларда шана жоқ. Қалай сырғанап атқандарын сіздерге көрсетейін. Қызықты видео болады деген ойдамын сіздерге. Салафанды қойып апты. Ай, басқа жағынан сырғанасанашы, өзі ана жер болмайды. Басқа жағынан сырғанасанашы, ана жақтарынан ба? Наның үстінен неге шелекпен су әкеп қойса, ертең мұз болып тұрады. Ертең келмейсіздер де. Келмейміз бірақ ертең. Күніге келе бермейміз ғой енді. Кезінде өстіп, ойнап едік, көршінің балалары жиналып, бәріміз бір-бірлерімізді қарға көміп. Балалық шаққа саяхат жасап атыр өстіп. Саяхат жасап жатыр. Достар, біздің әр салған видеомыз сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Подписать етпесеңіздер, подписать етіп қойыңыздар. Күніге түрлі видеолар түсіретін боламыз біздер. Абайлаңдар. Қыздар өздеріне сырғанайтын жер жасап жатыр. Чё там? Сырғанай алмай жатсыңдар ма? Кедергі болып жатыр ма? Сенің курткаңның өзі сырғанақ шығар, аян-ая? Не тазалап жатсыңдар, құдайым? Қаппен сырғанаған күшті, негіз қап болса. Немен? Қап. Шана бар еді ғой үйде? Иә. Осындай сырғанақ көрмедіңдер ма? Önce şaşak kaldın be. Me. Ең ұзақ Нұргел сырған адау. Иван ашеттерді бейту керек. Аяна жетпей қалды. Ha? Iya, sushit keyin badi ғой. Voy, tas tiydi mi?
Күн өте суық, жаурап қалдық. Қолым деген жаурап қалды. Мыналарды видеоға түсірем деп. Достар, лайк басып, комментария жазып, бізге подписать етіп кетіңіздер. Өте қызықты контенттер түсіретін боламыз.